Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен карамельді пирог пісіру жолымен сіздермен бөлісемін деп шештім. Ол үшін жұмыртқа, сармай, разрыхлитель, сосын сметана міндетті түрде 20%, ұн, шекер, сонымен қатар бізге не керек болады? Сгущенка, мен буренканың вареный сгущенкасын алдым. Сіздер одан да қымбатын алсаңыздар болады. Енді пісіріп бастаймыз. Ол үшін құрғақ ыдысымызды алып, алдымен жұмыртқамызды салып, міндетті түрде отборный болмаса, бірінші дәрежелі, бірінші сұрыпты жұмыртқаны пайдаланамыз. Керек мөлшерлемелердің барлығын егжей-тегжейлі толықтыруда описание бөлімінде қалдырамын. Міндетті түрде андай ақ сырты кетіп қалмасын, алып отырыңыздар. Одан кейін мен 2 тесттер пісірдім, бірінші дайындадым. Сондықтан сіздер шекерді бәрін мен бұл жерде 2 есе салып жатырмын. Одан кейінгі пирогымыз салмасын дайындағанда бір пирогтың салмасын көрсетемін. Енді шекеріміз бен жұмыртқаларымызды араластырып, әбден ертеміз. Қаншалықты шекерлеріңіз ерсе, соншалықты пирогтарыңыз үлпілдек, дәмді, күшті болып шығады. Миксеріңіз істесеңіз де болады, миксерсіз осылай пенчиктің көмегімен істесеңіз де болады. Осылай көтеру арқылы ақшыл кейіпке түсі өзгереді. Содан кейін сметанаңызды, сармайыңызды саласыз. Менде 2 порциясын 100 грамм ішімін. Кусок салдым, сіздер бір кусок саласыздар. 100 граммнан бөліп алдым. Кейін одан кейін разрыхлителімді салып пісіресіз. Осылай пирогымыздың қамырын елеп, 30 минутқа дейінге салып қойыңыз тоңазытқышқа. Сонда сізге қамырмен жұмыс жасау ыңғайлы болады. Мына жерде енді разрыхлителін салдым. Енді осыдан кейін ұнымызды салып илейміз. Қолыңызға жабыспайтын, бірақ өте жұмсақ қамыр илейміз. Болғаннан кейін қойшыға ең құрағанда жарты сағатқа қойып қойыңыз. Келесі этапы салмасын дайындаймыз. Салмасын салу үшін менде осындай 3 форма болды, соны білдім. Бұл үшін жұмыртқа 20% қаймақ, сосын осымен сгущенка керек, басқа ештеңе керек емес. Осылардың ішінен мен 4 формаға салсам деп шештім. Пісіретін формаларыңыз көп болса, таңдау келсе, міндетті түрде дөңгелек формасын таңдаңыз. Себебі кескен кезде 4 форма ыңғайсыз екен. Енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін отборный жоғарғы сұрыпты немесе бірінші сұрыпты жұмыртқаңызды аласыз. 3 жұмыртқаңызды аласыз. Аймақтан екеуін әбден араластырасыз. Сосын вареный сгущенка қойылатылған, өте қойылатылған сгущенкаңызды саласыз. Бірақ қойылатылған сгущенкаңыздың ішінде түйіршіктер болса, салмаңыздар, мендесін керекті алып тастаңыздар. Салмаңыздар, өзімнің опытымнан мұны бірінші пісірдім, 1 жасаған. Басқаларға да жасауға кеңес беремін.
мен сгущенка болғандықтан секер салған жоқпын. 150-200 граммдай екеуінің арасында қойылатылған 20%-лік қаймақ салдым. 20%-лік салыңыз, сосын міндетті түрде біртекті қылып араластырып алыңыз барлығын. Содан кейін барып вареный сгущенка дейді, өте қойылатылған сгущенкамызды салдым. Бірінші жетер болды. Бәрін алып тастауыма тура келді. Сіздерді білмеймін, әкеліп жібермеңіздер. Қойылатылған сгущенканы салғаннан кейін олардың бәрін біртекті қылып араластырып жаттым. Біздің салмамыз дайын болды. Мен көптен бері пісірмегеннен кейін кебабын қандай жағдайда білген жоқпын. Сондықтан осындай сармаймен на всякий пожарып майлап алдым. Одан кейін үстіне қамырын салдым. Уже пакеттің көмегімен жүгініп жабыспасын деп қолыма осылай жасадым. Одан кейін бортигін жасадым. Осылай аздап кестім. Бірақ тескен маған көңілге қайғы берді де қайтадан аздап демесекте аздап теп шықтым. Толыққанды демегенмен. Одан кейін елкінің көмегімен осылай бортиктер жасап шықтым. Жасасаңыздар да болады, жасамасаңыздар да болады. Маған осылай жасаған сүйкімді көрінетін сияқты. Осыдан кейін үстіне салмасын салдым. Салмасын салып болғаннан кейін 180 градуста 30 минут, бірақ менің пешім, әсет пешім 250 градуста 30 минутта пісіріп алдым. Осындай болып көтеріліп күшті шықты. Бір жасағаннан шықты, күнбейсіздер жасаңыздар. Мені кесіп те жеп қойдық, зорға шыдадық, бірақ 2 сағаттан да артық енгені 5 сағат, 4 сағат қойсаңыз, мүлдем басқаша болады. Айырмашылығы бар. Тәтті, күшті болды. Жеңіздер, пісіріңіздер, шайға ешқандай қиындықсыз, машақатсыз дайын болатын пирог. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналымда жалғыз бұндай рецептілер емес, басқа да дүниелерді көруге болады. Әртүрлі тақырыптардан болған дайын десеңіздер, әртүрлі видеолар бар. Қазақша контент кетіңіздер, достарыңызға бөлісіңіздер, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Кесіп көрсетемін, асмыр жасап та көрсетемін. Өте күшті болады, білесіздер, пісіріңіздер. Басы бір жасағаннан шықтым. Өте дәмді, шаймен өте күшті пирог. Бірінші рет пісіргенде күшті болды.